Атаквест қатысушылар алдын ала дайындалған маршрутты өтіп, интеллектуалдық, шығармашылық және практикалық тапсырмаларды орындайтын білім беру командалық ойыны. Әр станция қатысушыларды Қазақстанның әртүрлі этностарының тарихымен, мәдениетімен және дәстүрлерімен, сондай-ақ ойын өткізілетін аумақтың ерекшеліктерімен таныстырады. Этаквест ересек қатысушыларға арналған және этномәдени, жастар және қоғамдық бірлестіктердің, білім беру ұйымдарының, еңбек ұжымдарының және бастамашыл топтардың өкілдеріне қолайлы. Қатысушылардың оңтайлы саны 20-дан 40-қа дейін адам. Олар 4 адамнан тұратын командаларға бөлінеді. Ойын бір күн ішінде өткізіледі. Негізгі бөліктің ұзақтығы әдетте техникалық үзілістерді ескере отырып 2-4 сағатты құрайды. Маршрут ғимаратта, саябақта, тарихи ауданда, этноауылда немесе ашық аспан астындағы мұражайда өтуі мүмкін. Әр ойынның өткізілетін орнына сәйкес әзірленген жеке сценарийі бар. Іс-шара үшін маршруттық парақтар, карталар, камералары бар ұялы телефондар, ноутбук, кеңсе тауарлары, пазлдар немесе кесілген суреттер, тақырыптық реквизиттер және алғашқы медициналық көмек жинағы қажет болады. Ұйымдастыруды ойын станцияларының үйлестірушілері, алғашқы көмек көрсетуге жауапты адам және төрелік алқасы қамтамасыз етеді. Іс-шара алдында олар сценарийді зерттейді, станциялардың дайындығын тексереді және бағалау ережелерін келіседі. Егер маршрут қоғамдық немесе мұражай аумағында өтетін болса, ойынды өткізуді объектінің әкімшілігімен алдын ала келісу қажет. Қажет болған жағдайда жергілікті атқарушы органдар мен полицияға да хабарланады. Ойын басталмас бұрын қатысушылар тіркеуден өтіп, қауіпсіздік техникасы мен жол қозғалысы ережелері бойынша нұсқау алады. Олар регламентпен танысады және қажет болған жағдайда фото және бейне түсіруге келісім береді. Қатысушылар сондай-ақ маршрутты өтуге әсер етуі мүмкін жағдайлар туралы ұйымдастырушыларға хабарлауы керек. Алкогольдік немесе есірткілік мас күйіндегі адамдар ойынға қатысуға рұқсат етілмейді. Нұсқаудан кейін әр команда маршруттық парақты алып, ойын станцияларының ретімен өтеді. Станцияларда қатысушылар сұрақтарға жауап береді, шығармашылық тапсырмаларды орындайды, карталармен және суреттермен жұмыс істейді, ақпарат іздейді және практикалық тапсырмаларды шешеді. Әр орындалған тапсырма үшін команда ұпай алады. Тапсырмаларды дайындау кезінде олардың жыныс, этникалық тегі немесе діни сенімі бойынша артықшылықтар немесе шектеулер жасамауын қамтамасыз ету маңызды. Формат оқыту мен ойын механикасын біріктіреді. Қатысушылар командада жұмыс істейді, тапсырмаларды бөледі, шығармашылық көрсетеді және бірлесіп стандартты емес шешімдерді табады. Барлық станциялардан өткеннен кейін ұйымдастырушылар ұпайларды есептейді және маршрутты өту уақытын ескереді. Содан кейін қорытындылар шығарылады, жеңімпаз анықталады және марапаттау рәсімі өткізіледі. Күтілетін нәтижелер Қазақстан халықтарының тарихы, мәдениеті және дәстүрлері туралы білімді кеңейту, азаматтық жауапкершілікті және елдің мәдени мұрасына қызығушылықты дамыту, коммуникативтік, командалық және мәдениетаралық құзыреттерді дамыту, ақпаратты іздеу, талдау және практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыру, әртүрлі этностардың өкілдері арасындағы сенім мен өзара әрекеттесуді нығайту, жаңа кәсіби және қоғамдық байланыстарды орнату. Аквариум бұл интерактивті пікірталас форматы. Онда шағын топ ішкі шеңберде тақырыпты талқылайды, ал қалған қатысушылар сыртқы шеңберден әңгімеге куә болады. Өткізу үшін орындықтар, таймер, экрандағы немесе флипчарттағы ережелер және қажет болған жағдайда микрофондар қажет. Ішкі шеңберде әдетте әртүрлі ұстанымдарға ие 3-тен 6-ға дейін қатысушы болады. Олар аргументтер келтіреді және бір-бірінің пікірлеріне жауап береді. Сыртқы шеңбер мұқият тыңдайды және тек белгіленген ережелер бойынша талқылауға қосылады. Аквариумның 3 түрі бар. Ашық форматта ішкі шеңберде бос орындық қалдырылады. Кез келген қатысушы оны алып, сөйлеп, содан кейін өз орнына оралуы мүмкін. Ашық форматта бос орындықсыз сыртқы шеңбердегі қатысушы сөйлемей тұрған спикердің иығына тиеді. Содан кейін олар орын ауыстырады.
жабық форматта бір топ тақырыпты белгіленген уақыт ішінде талқылайды, содан кейін оны толығымен басқа топ ауыстырады. Модератор тақырыпты ұсынады, ережелерді түсіндіреді, регламентті бақылайды және негізгі идеяларды тіркейді. Бір қатысушының сөйлеуі 3 минуттан аспайды, ал бір пікірталас раунды 10-15 минутқа дейін созылады. Іс-шараның хронометражы: қатысушылар келіп, киімдеріне өз аты-жөндерін жапсырады, кофе ішіп, еркін форматта танысады. Осыдан кейін іс-шараның негізгі бөлігі басталады. Онда модератор ережелерді түсіндіреді және алғашқы спикерлер ішкі шеңберде орын алады. Негізгі пікірталас шамамен 40 минутқа созылады. Ашық форматта сыртқы шеңбердегі қатысушылар спикерлерді біртіндеп ауыстырады. Пікірталас аяқталғаннан кейін қатысушылар ең күшті идеяларға дауыс береді және рефлексияға көшеді. Алдымен ішкі шеңбер өз әсерлері мен қорытындыларымен бөліседі. Осыдан кейін сыртқы шеңбер спикерлердің аргументтерін, мінез-құлқын және сендіру тәсілдерін талдайды. Кері байланыстың сыпайы болып қалуы және жеке тұлғаларға ауыспауы маңызды. Күтілетін нәтижелер: жоғары қатысу. Сынға дейін орталықтағы құрамның үнемі ауысуы арқасында аудиторияның көп бөлігі спикерлер рөлінде болуға және өз пікірлерін білдіруге үлгереді. Аргументация дағдыларын дамыту, қоғамдық сөйлеуден қорқуды азайту, инсайттар мен шешімдерді тіркеу. Нәтижесінде модератор кездесу барысында тіркейтін даулы мәселе бойынша стандартты емес идеялар мен ұстанымдардың тізімі қалыптасады. Әлемдік кафе шағын топтардағы қарым-қатынас арқылы күрделі мәселелерді шешуге бағытталған ұжымдық талқылау форматы. Қатысушылар 3-7 адамнан тұратын жеке үстелдерде жұмыс істейді. Алдын ала дайындалған сұрақтарды талқылайды. Содан кейін басқа үстелдерге көшіп, алдыңғы топтардың идеяларын дамытады. Формат кемінде 12 адам қатысатын іс-шараларға жарамды және әдетте 60-90 минутқа созылады. Өткізу үшін үстелдер мен орындықтар бір-бірінен жеткілікті қашықтықта орналасуы керек. Топтардың әңгімелері көршілерге кедергі келтірмеу үшін үстелдерді қатысушылар ойларын жазып, схемалар салып, идеяларды біріктіру үшін флипчарт парақтарымен толық жабуға болады. Сондай-ақ маркерлер, қаламдар, жапсырмалар, таймер немесе қоңырау және әр раундқа арналған сұрақтар парақтары қажет болады. Бейресми атмосфераны құру үшін жеңіл музыка, шай, кофе, су және кішкене тағамдарды пайдалануға болады. Әлемдік кафеде 3 негізгі рөл бар: жетекші, үстел иелері және қатысушылар. Жетекші немесе бас фасилитатор ережелерді түсіндіреді, жұмыстың жалпы қарқынын белгілейді, кезеңдердің реттілігін қадағалайды және үстелдер арасындағы ауысуларды жариялайды. Үстел иесі іс-шара бойы бір жерде қалады. Ол топтың негізгі идеяларын жазады. Жаңа қатысушыларды алдыңғы талқылаулардың контекстіне енгізеді және соңында өз үстелінің жалпы нәтижелерін ұсынады. Қалған қатысушылар саяхатшылар ретінде әрекет етеді. Олар үстелдер арасында көшіп, жиналған идеялармен танысады және өз ұсыныстарын қосады. Іс-шара қатысушыларды жинау және таныстырудан басталады. Бұл кезеңге шамамен 15 минут бөлу ұсынылады. Содан кейін жетекші тапсырманы түсіндіреді, қатысушыларды топтарға бөледі және үстел иелерін таңдауға көмектеседі. Бірінші раундта әр топ өз сұрағын талқылайды және негізгі ойларды жазады. Бұл әдетте 10-20 минутқа созылады. Жетекшінің сигналынан кейін саяхатшылар басқа үстелдерге көшеді. Үстел иесі жаңа қатысушыларға не талқыланғанын қысқаша айтып береді. Содан кейін топ бар идеяларды толықтырады, дамытады немесе сынайды. Әдетте бірнеше мұндай ауысулар болады. Осының арқасында әр жаңа раунд нөлден бастамайды. Алдыңғы қатысушылардың жұмысын жалғастырады. Содан кейін саяхатшылар бастапқы үстелдеріне оралады. Командалар жиналған идеяларды қорытындылайды, ең маңызды тұжырымдарды бөліп алады және соңғы визуализацияны дайындайды. Соңында үстел иелері нәтижелерді бүкіл залға ұсынады. Әр үстелдің презентациясына шамамен 5 минут бөлу ұсынылады. Қорытынды парақтарды жалпы идеялар мен шешімдер картасын қалыптастыру үшін қабырғаға немесе тақтаға орналастыруға болады. Күтілетін нәтижелер идеялардың, шешімдердің және стандартты емес тәсілдердің ұжымдық банкін қалыптастыру.
білім алмасу және әртүрлі топтардың өкілдерінің пікірлерін біріктіру, бірнеше дәйекті раундтар арқылы шешімдерді тереңірек пысықтау, шағын топтарда жоғары қатысу және психологиялық жайлы қатысу, бірлесіп әзірленген шешімдерді жүзеге асыруға қатысу сезімін қалыптастыру және дайындықты қалыптастыру. Этакемп бұл үкіметтік емес және этномәдени бірлестіктердің, мемлекеттік органдардың, жастар ұйымдарының және сарапшылар қауымдастығының өкілдерін біріктіретін интерактивті білім беру және коммуникациялық алаң. Қатысушылар қоғамдық келісімнің өзекті мәселелерін талқылайды, тәжірибе алмасады, бірлесіп шешімдер іздейді және практикалық ұсыныстар мен жобалық бастамаларды әзірлейді. Толыққанды этнокемп 1 күннен 3 күнге дейін созылуы мүмкін. Сондай-ақ 3 сағаттан 1 күнге дейінгі ұзақтығы бар экспресс формат мүмкін. Ол сәтсіздіктер конференциясы мен хакатонды біріктіреді. Ұсынылатын қатысушылар саны 20 адамнан, жұмыс негізінен командаларда өтеді. Ал бағдарлама білім беру, практикалық және команда құру сессияларын біріктіреді. Өткізу үшін әртүрлі жұмыс форматтарына тез қайта құрылатын кең кеңістік қажет. Проектор немесе экран, дыбыс жабдығы, интернет, флипчарттар, маркерлер, стикерлер және командалық жұмысқа арналған басқа материалдар қажет. Классикалық қатардағы отыруды қолданбаған жөн. Қатысушылар еркін қозғалуы, шағын топтарда жұмыс істеуі және бір-бірін көруі керек. Әр команда үшін жеке жұмыс кеңістігін қарастырған жөн. Этнокемп бағдарламасы білім беру сессияларын, шеберлік сабақтарын, сәтсіздіктер конференциясын, хакатонды және жобалардың қорытынды презентацияларын қамтуы мүмкін. Уақыттың кемінде 60% практикалық жұмысқа бөлінуі ұсынылады. Іс-шара алдында ұйымдастырушылар оның мақсаттарын, міндеттерін, ұзақтығын және негізгі тақырыптарын анықтайды. Қатысушылар командаларда әртүрлі елді мекендер, кәсіптер, ұйымдар, жас және этномәдени топтар ұсынылғандай таңдалады. Сондай-ақ сарапшылар мен модераторлардың рөлдері алдын ала бөлінеді. Сарапшылар сессиялар өткізеді, командаларға кеңес береді және жобаларды бағалайды. Модераторлар регламентті қадағалайды, қатысушыларды тартады, сындарлы атмосфераны қолдайды және дайын шешімдерді ұсынбай, негізгі идеяларды тіркейді. Іс-шара тіркеуден, бағдарламаны таныстырудан және қатысушылармен танысудан басталады. Сенімді атмосфераны құру маңызды. Сондықтан толық форматта алғашқы 1-1,5 сағатты танысуға және команда құруға арнаған жөн. Содан кейін 5-8 адамнан тұратын командалар құрылады. Әр команда атау таңдайды, рөлдерді бөледі және үйлестірушіні анықтайды. Толық форматта келесі кезең білім беру блогы болады. Қатысушылар қоғамдық келісім, мәдениетаралық коммуникация, медиа сауаттылық, көшбасшылық және жобаны басқару тақырыптары бойынша білім алады. Әр сессия практикалық тапсырмамен немесе нақты жағдайды талқылаумен аяқталады. Экспресс форматта білім беру блогын алып тастауға болады. Келесі кезең фейл конференс немесе сәтсіздіктер конференциясы. Қатысушылар мен шақырылған сарапшылар жобаларды іске асырудың сәтсіз тәжірибесі туралы айтады. Олар қандай мәселені шешуге тырысқан, қандай қиындықтарға тап болған, неге нәтижеге қол жеткізбеген және бүгін не істер едін түсіндіреді. Әр сөйлеуден кейін қатысушылар қандай қателіктерді болдырмауға болатынын және басқа командаларға қандай ұсыныстар пайдалы болатынын талқылайды. Нәтижесінде практикалық сабақтар банкі қалыптасады. Этнокемптің орталық кезеңі хакатон болып табылады. Командалар нақты проблемаларды немесе кейстерді алады. Олар сәтсіздіктер конференциясы негізінде қалыптасуы мүмкін. Әр команда мәселені талдайды, оның себептерін анықтайды, шешім ұсынады. Тәуекелдерді бағалайды және жобалық бастаманы әзірлейді. Сарапшылар командаларға кеңес береді, бірақ дайын жауаптар бермейді. Модератордың міндеті қатысушыларға дұрыс сұрақтар қоюға және бірлескен жұмысты ұйымдастыруға көмектесу. Осыдан кейін командалар 5-7 минутқа созылатын қысқа презентациялар дайындайды. Оларда мәселені, ұсынылған шешімді, іске асыру кезеңдерін, күтілетін нәтижелерді, қажетті ресурстарды және ықтимал тәуекелдерді ұсыну қажет. Толық форматта жобалар сарапшылар комиссиясына ұсынылады.
Сарапшылар идеялардың өзектілігін, әлеуметтік маңыздылығын, инновациялық және практикалық орындалуын бағалайды. Сондай-ақ оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар береді. Этнокемп жалпы рефлексиямен аяқталады. Қатысушылар алынған білімді, ең құнды идеялар мен шешімдерді талқылайды. Оларды іс-шарадан кейін жүзеге асыруға болады. Бұл үшін ашық микрофонды идеялар ағашын немесе әсерлер картасын пайдалануға болады. Нәтижелерді сақтау үшін қатысушылардың ортақ чатын немесе онлайн қоғамдастығын құру ұсынылады. Іс-шарадан кейін ұйымдастырушылар қорытынды материалдарды дайындайды. Ең перспективалы командаларды қолдайды және 3-6 айдан кейін идеялардың іске асырылғанын талқылау үшін кездесу өткізеді. Күтілетін нәтижелер: командалық жұмыс пен жобалаудың практикалық дағдыларын дамыту, қоғамдық келісім және мәдениетаралық өзара әрекеттесу саласындағы білімді арттыру, өзекті қоғамдық міндеттерді шешуге бағытталған жобаларды әзірлеу. Қатысушылар, сарапшылар және ұйымдар арасында кәсіби байланыстар желісін қалыптастыру, өңірлік және ұлттық деңгейде қоғамдық келісім мен азаматтық сәйкестікті дамыту бойынша практикалық ұсыныстарды дайындау. Митап ортақ тақырып: кәсіби қызығушылық немесе әлеуметтік мәселе бойынша біріккен пікірлестердің бейресми кездесуі. Бұл тәжірибе алмасу, практикалық жағдайларды талқылау, шешімдер іздеу және жаңа байланыстар орнату үшін тірі кеңістік. Формат 10-нан 40-қа дейінгі топтар үшін қолайлы және әдетте 1-2 сағатқа созылады. Митапының басты ерекшелігі: кездесудің құндылығын қатысушылардың өздері жасайды. Өткізу үшін еркін сөйлесуге жарамды үй-жай қажет. Қатысушыларды бір-бірін көре алатындай етіп, жартылай шеңберде, шағын үстелдерде немесе еркін отыруға орналастырған жөн. Сондай-ақ ноутбук, проектор, флипчарт немесе маркер тақтасы, түрлі түсті маркерлер, жапсырмалар, блокноттар мен қаламдар дайындау керек. Митапта 2 негізгі рөл бар: модератор және қатысушылар. Модератордың міндеті процесті басқару, әңгімені тақырып шеңберінде ұстау, талқылауды тереңдету үшін сұрақтар қою және негізгі идеялар мен байланыс нүктелерін тіркеу. Барлық қатысушылар тең мәртебеге ие, олардың міндеті тек тыңдау ғана емес, сонымен қатар жұмысқа белсенді қатысу, тәжірибемен бөлісу, шешімдер ұсыну, сұрақтар қою және ортақ ұстанымдарды іздеу. Митаптың нәтижесі әр қатысушының белсенділігіне тікелей байланысты. Кездесу қатысушыларды жинау және таныстырудан басталады. Бұл үшін шамамен 15 минут бөлу ұсынылады. Қатысушылар өздерінің аты-жөндерін жапсырмалармен жапсырады, еркін түрде сөйлеседі және бір-бірімен танысады. Осыдан кейін модератор тақырыпты, бағдарламаны және кездесу ережелерін таныстырады. Содан кейін бір немесе екі спикер жеке жұмыс жағдайлары туралы айтады. Әр сөйлеуге сұрақтармен бірге 10-нан 15 минутқа дейін бөлінеді. Спикерлерге тек сәтті нәтижелер туралы ғана емес, сонымен қатар қиындықтар, қабылданған шешімдер және алынған қорытындылар туралы айту маңызды. Сөйлеулерден кейін шамамен 30 минутқа созылатын жалпы талқылау басталады. Қатысушылар тәжірибемен бөліседі, ұсынылған жағдайларды талқылайды және бірлесіп шешімдер іздейді. Модератор әртүрлі қатысушыларды әңгімеге тартады, уақытты бақылайды және негізгі идеяларды флипчартқа немесе тақтаға жазады. Соңында модератор қорытынды шығарады, негізгі қорытындыларды жариялайды және қажет болған жағдайда келесі қадамдарды тіркейді. Соңғы 15 минутты еркін сөйлесуге және байланыс алмасуға арнаған жөн. Кездесуден кейін өзара әрекеттесуді жалғастыру үшін ортақ чат құруға болады. Күтілетін нәтижелер: пікірлестерді табу және жаңа байланыстарды қалыптастыру, практикалық тәжірибе және табысты жұмыс әдістерін алмасу, жаңа идеялар, жобалар мен бастамалардың пайда болуы, қоғамдастықтың қатысуының өсуі және белсенді қатысушылардың ядросын қалыптастыру. Мақсатты аудиторияның қажеттіліктері туралы кері байланыс алу, медиа әсері, әлеуметтік желілердегі жарияланымдар, іс-шараның хештегтері бар фотосуреттер және ұйымдастырушының танымалдылығының артуы. Дебаттар белгілі бір тақырып бойынша қарама-қарсы ұстанымдарды ұсынатын тараптар арасындағы құрылымдалған пікір алмасу. Бұл формат талқылау жиі эмоциялық дауға айналып,
қатысушылар өз ұстанымдарын дәйекті және сенімді түрде жеткізуге қиналатын кезде пайдалы. Дебаттар, қоғамдық сөйлеу, дәлелдеу, ақпаратты талдау, командалық жұмыс және әртүрлі пікірлерді ескере отырып шешімдер табу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Ойын британдық парламенттік форматта өткізіледі. Қатысушылардың міндеті қарсылас команданы емес, төрешілерді өз ұстанымдарының дұрыстығына сендіру. Әр ойынға 4 команда қатысады, әрқайсысында 2 адамнан. Турнирге кемінде 16 ойыншыны тарту ұсынылады. Олардан 8 команда құрылады. Турнир 2 ойын раундында өткізіледі. Сондай-ақ модератор, таймкипер және 3 адамнан тұратын төрешілер комиссиясы қажет. Модератор тақырыпты жариялайды, ережелерді түсіндіреді, жеребе тастайды және сөйлеу кезегін бақылайды. Таймкипер сөйлеу ұзақтығын бақылайды, ал төрешілер дәлелдеу, талдау және сөйлеу сапасын бағалайды. Іс-шара алдында ұйымдастырушылар күнді және орнын анықтайды, қатысушылар мен төрешілерді шақырады, қарарларды, бағалау парақтарын, дипломдар мен сертификаттарды дайындайды. Өткізу үшін командалар мен төрешілерге арналған үстелдер, сөйлеу орны, экран, қағаз, қаламдар және тараптарды белгілейтін тақтайшалар қажет. Үлкен бөлмеде микрофондар да қажет болуы мүмкін. Іс-шара тіркеуден, сәлемдесуден және қатысушыларды таныстырудан басталады. Содан кейін жүргізуші британдық парламенттік форматта сөйлеу тәртібін және бағалау критерийлерін таныстырады. Әр ойын алдында модератор талқылауға негіз болатын қарарды жариялайды. Жеребе тастағаннан кейін командаларға дәлелдерін дайындауға 10-15 минут уақыт беріледі. Содан кейін спикерлер белгіленген регламентке сәйкес кезекпен сөйлейді. Модератор ойын тәртібін бақылайды. Таймкипер уақытты бақылайды, ал төрешілер дебаттардың барысын бағалау парақтары мен флоушиттерде тіркейді. Сөйлеулер аяқталғаннан кейін қатысушылар мен көрермендер тақырыпты талқылап, пікір алмаса алады. Әр ойынның қорытындысы бойынша төрешілер комиссиясы жеңімпаз команданы және ең жақсы спикерді анықтайды. Нәтижелер жарияланғаннан кейін модератор қорытынды шығарып, марапаттау рәсімін өткізеді. Іс-шарадан кейін ұйымдастырушылар ақпараттық материалдарды жариялайды және қажетті есептерді дайындайды. Күтілетін нәтижелер қоғамдық және дәлелді сөйлеу дағдыларын дамыту, ақпаратты талдау және қарсылықтарға жауап беру қабілетін қалыптастыру, командалық жұмыс пен сыни ойлауды дамыту, қоғамдық мәселелерді әртүрлі көзқарастардан қарау, конструктивті және сыйластықпен талқылау мәдениетін қалыптастыру,